сәлеметсіздер құрметті оқушылар. Бүгін біз геометриялық ықтималдық тақырыбын есептер шығаратын боламыз. Бізде А деңгейлі есептер. Енді 32-де бірінші есепке келетін болсақ, үстелге ойын сүйегі лақтырылды. Ойын сүйегінде 4 ұпайдың, ойын сүйегінде жұп санды ұпайдың түсу ықтималдығын табыңдар делінген. Енді бірінші сұраққа келетін болсақ, 4 ұпайдың түсу ықтималдығы. Бізде қажетті жағдайлар 4 ұпайы. Бізде барлық жағдайлар 6. Енді алдыңғы сабақтарда өткен формулаға еске түсіретін болсақ, P тең m бөлінген n. Сол формула орнына қоямыз. Сонда бізде жауабымыз 6-дан 1 шығады екен. Келесі жұп ұпайдың түсу ықтималдығы. Ойын сүйегінде бізде 2, 4 және 6 жұп сандары бар. Ол бізде 3 санын береді. Барлық жағдайлар 6. Формула орнына қойсақ, бізде 6-дан 3. Оны қысқартып біз 2-ден 1 деген жауап аламыз. Сонда бұл есептің жауабы бізде 2-ден 1. Келесі 32-де екінші есеп. Ұзындығы 1 см болатын кесінді бойынан кездейсоқ алынған нүктеден кесінді ұштарына дейінгі қашықтық 4-тен 1-ден аспауының ықтималдығын табыңдар. Енді бізде берілген шарт ұштардың қашықтығы 4-тен 1-ден аспау қажет. Қолайлы жағдайлар саны бізде 4-тен 1-ден 4-тен 3-ке дейінгі сандар болып табылады. Енді бұл жағдайларды формула әкеліп қоятын болсақ, бізде жауап 2-ден 1 шығады екен. Бұл есептің жауабы 2-ден 1. Ал енді келесі 32-де үшінші есеп. Қабырғасының ұзындығы 2 см болатын квадраттан кездейсоқ А нүктесі алынды. Осы квадратқа қабырғасының ұзындығы 1 см болатын екінші квадрат іштей салынған. Алынған нүктенің екінші квадратқа тиісті болуының ықтималдығын табыңдар. Ал енді біз көрсеткіштерді қарайтын болсақ, үлкен квадраттың ауданы табу үшін біз 2-ні квадраттаймыз. Сонда бізде 4 см квадрат шығады. Кіші квадраттың ауданын бізде 1 квадрат, ол яғни бізде 1 см квадратқа тең екен. Енді нүктенің кіші квадратқа түсу ықтималдығын табу үшін біз формуланы есептейміз. Кіші квадраттың ауданын үлкен квадраттың ауданына бөлеміз. Сонда бізде ықтималдығы 4-тен 1 деген жауап шығады екен. Келесі бізде 32-де 4-ші есеп. Қабырғасының ұзындығы 2 см квадраттан кездейсоқ А нүктесі алынды. Осы квадратқа қабырғасының ұзындығы 1 см болатын екінші квадрат іштей салынған. Алынған нүктенің екінші квадратқа тиісті болмауының ықтималдығын табыңдар. Бұл дәл жаңа келесі алдыңғыдай есеп. Үлкен квадраттың ауданы бізде 4 см квадратқа тең болады. Кіші квадраттың ауданын біз 1 квадрат, яғни 1 см квадрат шығады. Кіші квадратқа тиесілі болу ықтималдығы, яғни дәл жаңағыдай есепте формула қоямыз. Кіші квадраттың ауданын үлкен квадраттың ауданына бөліп аламыз. Сонда бізде жауап 4-тен 1 шығады. Енді біз кіші квадратқа тиесілі болмау ықтималдығын табу үшін оны 1-ден азайтып аламыз. Яғни 1/1. Сонда бізде 1 азайтылған 4-тен 1, бізде есептің жауабы 4-тен 3 шығады екен. Келесі 32-де 5-ші есеп. Радиусы 2 см дөңгелектен кездейсоқ Б нүктесі алынды. Осы дөңгелекке радиусы 1 см болатын дөңгелек іштей салынған. Б нүктесінің іштей сызылған дөңгелекке тиісті болуының ықтималдығын табу қажет. Енді біз үлкен дөңгелектің ауданын табамыз. S үлкен тең P көбейтілген 2-ның квадраты. Ол яғни бізде 4 см квадратқа тең екен. Дәл солай кіші дөңгелектің ауданын табамыз. Ол бізде π см квадратқа тең болады екен. Енді кіші дөңгелекке тиесілі болу ықтималдығын табу үшін осы кіші және үлкен дөңгелектің ауданын формулаға орнына қоямыз. Яғни кіші дөңгелектің ауданын үлкен дөңгелектің ауданына бөлеміз. Сонда бізде 4-тен 1 деген жауап шығады екен. Ал енді келесі бізде геометриялық ықтималдықтың Б деңгейлі есебі. 32-де 9-ші есеп. Ұзындығы 12 см АБ кесіндісінен кездейсоқ С нүктесі алынды. АС кесіндісінде салынған шаршының ауданы 36 см квадрат және 81 см квадрат аралығында болуының ықтималдығын табу қажет. Енді біз АБ кесіндісінің ұзындығы 12 см екенін білеміз. Шартты қанағаттандыратын АС аралығы бізде 6 және 9 см, яғни 36 см 81 см квадраттың ескеріп 6 және 9 см аламыз. Енді қолайлы ұзындық бізде 3 см екенін білеміз. Енді ықтималдық формуласына сол мәнді қойып шығамыз. Бізде барлығы 12 см және бізде қолайлы ұзындық 3 см. Формулаға қойып 12-ден 3-ті шығарамыз. Оны қысқартып бізде жауабымыз 4-тен 1 шығады екен.
Келесі бізде 32-де 10 есеп 1-ден 10-ға кесіндісінен сан кездейсоқ таңдалады. Осы сан x квадрат минус 5x қосылған 6 кіші 0-ден теңсіздігінің шешімі болуының ықтималдығын табыңдар. Енді бізде қолайлы аралық, ол берілген теңсіздік болып табылады. Енді оның мәнін шешетін болсақ, дискриминант арқылы бізде мәні 2 және 3 түбірлері шығады екен. Бізде барлық мүмкін аралық, ол 1-ден 10-ға дейінгі сандар. Енді ұзындықтардың айырмасы табу үшін біз 3-тен 2-ні азайтамыз. Сонда бізде 1 шығады және 10-нан 1-ді азайтамыз. Ол бізде 9 шығады екен. Енді барлық ықтималық табу үшін біз сол ұзындықтардың айырмасын формуланың орнына қоя саламыз. Сол кезде бізде жауап 9-дан 1 шығады екен. Ал енді келесі 32-де 11 есеп қабырғасының ұзындығы 1 см шаршыда А нүктесі белгіленген. А нүктесі шаршының қабырғасына дейінгі арақашықтық 3-тен 1-ден артық болмауының ықтималдығын табыңдар. Енді бізде берілген шаршы қабырғасы 1 см, А нүктесі кездейсоқ таңдалады. Қажет шарт бізде 3-тен 1-ден артық болмауы. Анықтама ең жақын қабырғаға дейінгі қашықтық. Ол бізде x, 1 минус x, y, 1 минус y. Енді геометриялық тәсілмен шешеміз. Шаршы ішінде қабырғадан 3-тен 1 қашықтыққа ішкі шаршы сызамыз. Сонда ішкі шаршы ауданы бізде табу үшін 1 минус 2 көбейтілген 3-тен 1-дің квадраты. Ол дегеніміз 3-тен 1-дің квадраты, ол бізде 9-дан 1-ге тең екен. Енді сәйкес ықтималдық табамыз. Ішкі шаршыда ды 3-тен 1-ден үлкен болады. Сондықтан бұл бөлікті алып тастаймыз. Сонда біз 1-ден 9-дан 1-ді азайтып алуымыз қажет. Сол кезде бізде жауабы 9-дан 8 шығады екен. Ал енді келесі 32-де 12 есеп координаталық жазықтыққа радиусы 5 см және 10 см болатын центрі ортақ 2 шеңбер салынған. Үлкен дөңгелектен кездейсоқ алынған нүктенің 2 шеңбердің қиылысуынан пайда болған сақинаға тиісті болуының ықтималдығын табыңдар делінген. Енді бізде үлкен шеңбердің ауданы формула орнына қоямыз. Ол бізде 100 пи болып табылады. Кіші шеңбердің ауданы табу үшін дәл солай 5-ті квадраты пиға көбейтеміз. Сонда бізде 25 пи деген жауап шығады. Ал енді келесі бізде сақина ауданы табамыз. Сақина ауданы табу үшін біз үлкен шеңбер ауданынан кіші шеңбердің ауданын азайтамыз. Сол кезде бізде 75 пи шығады. Ал енді жауап табу үшін біз ықтималдықты есептейміз. Яғни сақина ауданын біз үлкен шеңбердің ауданына бөлеміз. Сонда бізде 75 пи бөлінген 100 пи. Пилар қысқарып 75 бөлінген 100. Енді бұл жауап қысқарып, жауап бізде 4-тен 3 шығады екен. Ал енді құрметті оқушылар, назарларыңызға рахмет. Видео ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып қолдап отырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.